Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер ауылы Әбіл Нүсіпбаев атындағы номері 14-ші орта мектебінің физика пән мұғалімі Қаптағаева Сымбат Жұмағалиқызы. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз 9-шы сынып физикасын қарастырамыз. Параграф 27. Еркін және еріксіз тербелістер. Резонанс. Оқу мақсаттары. Еріксіз тербеліс амплитудасының тәуелділігін график бойынша сипаттау. Резонанс құбылысын сипаттау. Әртүрлі денелер әртүрлі еркін жиілікпен тербеледі. Жиілік тербелетін дененің массасына, серпімділігіне және көлемі сияқты параметрлеріне тәуелді. Денеге әсер ететін, периодты түрде өзгеріп отыратын күш әсерінен пайда болатын тербеліс еріксіз тербеліс деп аталады. Оның жиілігінің еркін тербеліс жиілігінен айырмашылығы ол тербелетін дене параметрлеріне тәуелсіз болып келеді. Егер біз маятникті қозғалысқа келтірсек, онда біраз уақыт өткен соң оның тербелісі тоқтайтынын байқаймыз. Егер маятник сағат маятниктері сияқты бастапқы амплитудадағы тербелісін сақтап қалатын болса, онда біз оны белгілі бір моменттегі белгілі бір күш энергиясымен қамтамасыз ету керекпіз. Бұл жағдайда тербеліс тудыратын сыртқа әрекет етуші күш жиілігінің өзгерісі маятник тербелісінің жиілігімен сәйкес болады. Сыртқа әсер етуші күш салдарынан пайда болатын тербелісті еріксіз тербеліс деп атайды. Еріксіз тербелістер мен әсер етуші күш жиіліктері бірдей шамаға тең болады. Балалар, бейнетаспадан бақылағандай тербелістер еркін және еріксіз болады екен. Еркін тербелістер деп дене тепе-теңдік күйінен шығарылғаннан соң сыртқы күштің әрекетінсіз болатын тербелістерді айтады екен. Серіппеге бекітілген жүктің немесе жіпке ілінген жүктің тербелісі еркін тербелістер. Еріксіз тербелістер дегеніміз сыртқы периодты күштің әрекетінен болатын тербелістер. Еріксіз тербелістердің сипаты сыртқы күштің табиғатымен анықталады. Еріксіз тербелістер периодты сыртқы күштің әрекетінен болады. Еркін тербеліс жасайтын тербелмелі жүйе энергиясы ортаның кедергі күшінің әрекетінен ішкі энергияға айналады. Тербеліс амплитудасы кемиді. Осы кезде өшетін тербелістер пайда болады. Уақыт өте келе амплитудасы кемитін тербелістерді өшетін тербелістер деп атаймыз. Үйкеліс күшінің әсерінен тербелістердің амплитудасы кемиді және біраз уақыттан кейін өзгеріске ұшырайды. Осы кезде резонанс пайда болады. Резонанс деген сөзіміз резоно үн қату дегенді білдіреді. Резонанс жүйенің меншікті тербелісінің жиілігі сыртқы периодты күштердің тербеліс жиілігімен дәл келгенде тербеліс амплитудасының артуы. Резонанс үн қату. Осы орайда акустикалық резонанс пайда болады. Белгілі әнші Федор Шаляпин ән салғанда шамдардың шынылары сынып кететін кездер болған. Яғни акустикалық дыбыс арқылы резонанс пайда болған. Резонанс сонымен қатар тұрмыста, техникада, өндірісте әртүрлі әсерлер береді. Мысалы, шіркеудің үлкен қоңырау тілінің аз ғана күштің әрекетінен өзінің меншікті тербеліс жиілігіне дейін жетуінен болатын күшті тербелістерді айтамыз. Темір жол вагондарының оның рельстерларында пайда болатын меншікті тербеліс жиіліктерін осы дөңгелек рельстер арқылы болады. Резонанс механикалық құбылыс болғандықтан оның зиянды жақтары да болады. Резонанс әсерінен қираған көпірлерді көріп тұрмыз балалар. Такома көпірі осы резонанс әсерінен қираған. Және де 1906 жылы Петербургтағы Египет көпірі де резонанс әсерінен қираған екен. Бұл зиянды жақтары. Камертонның жәшігі, музыкалық аспаптардың корпусы, үрлемелі аспаптардың түтігі олардың дыбысын күшейтуге арналған резонаторлар. Балалар, сендер білесіңдер ме, адамда да резонатор бар. Ол адамның аузы екен. Ауыз арқылы біз резонатор құбылысын жасаймыз. Егер біз қозғаушы күштің жиілігін өзгерте отырып,
ню-нөл еркін тербелістер жиілігіне жақындататын болсақ, онда амплитуданың кенеттен артатынын байқаймыз. Өшіру әлсіз болған сайын амплитуданың артуын бақылау оңай болады. Теория жүзінде еркін тербеліс өшпейтін болмаса, онда тербеліс амплитудасы шексіздікке ұмтылады. Графикте көрсетілген қисық сызықтар резонанстық қисықтар деп аталады. Егерде сызғыштың орнын әртүрлі жылдамдықпен ауыстыратын болса, қозғаушы күштің жиілігі маятниктің тербелісіне әсер етеді. Жиілік еркін тербеліс жиілігіне жақын болған кезде маятник қатты тербеле бастайды. Сөйтіп, резонанс деп аталатын құбылыс басталады. Егерде маятникті әртүрлі ұзындықта қолдансақ, онда маятникті резонансқа ұшырату үшін сызғышты әртүрлі жиілікпен қозғалтуымыз қажет. Резонанс барлық механикалық құрылғыларға ортақ құбылыс, бірақ одан туындайтын қиындықтар көп. Кейде ол бұрандалардың босауына, материалдардың сынуына, жіптердің үзілуіне себеп болып жатады. Сондықтан әр конструкция резонанстық тербеліс әсерін мейлінше азайтатындай етіп жобаланып жасалуы тиіс. Балалар, мына бейнетаспа арқылы біз резонанс ұғымы жайлы кеңірек мәлімет алдық, иә? Үйге параграф 27 еркін және еріксіз тербелістер резонанс оқимыз. Сонымен қатар тербеліс түрлерін мына кесте бойынша толтырамыз. Назарларыңызға рахмет.